Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге баланың табаны мен аяғына жасалатын массажбен бөліспекшімін. Ең алдымен баланы жатқызып, аяқтарын жылытып аламыз. Массажды міндетті түрде төменнен жоғары қарай жасаймыз, яғни лимфа жүйесінің ағыны бойымен. Аяғын осылай ысытып аламыз, яғни қан жүргізіп аламыз. Одан кейін терең бұлшықеттерге массаж жасайтын боламыз. Байқап отырсаңыздар, буындарға массаж жасамаймыз, яғни олардан аттап кетеміз. Одан кейін табан жаққа қарай массаж жасаймыз. Яғни бірінші табанның үстіңгі жағына, сосын астыңғы жағына жасаймыз. Әр саусақты жеке-жеке уқалап массаж жасайтын боламыз. Әр саусақтың арасында массаж жасаймыз. Сосын табанға жасағанда 8-дікті саламыз, 7-дікті саламыз, 9-дікті саламыз. Және өкшеден саусақтарға қарай тарам-тарам етіп сызықтарды жүргіземіз. Бұл баланың реакциясы, яғни табанын уқалаған кезде бала осылай саусақтарын жұмып алады. Бұл қалыпты жағдай болып табылады. Май табанның алдын алу үшін осындай L тәрізді әріп саламыз. Соны осылай ұрғылап, табанға массажды аяқтаймыз. Әр буынды осылай айналдырамыз. Өйткені балаларда өте майысқыш келеді. ЛФК-ны қызып тұрған денеге жасап жіберуіміз керек, сонда әсері жақсы болады. Аяғын қайшылаймыз. Осы міндетті түрде осындай жамбас сан буынды айналдыруымыз қажет. Ол дисплазияның алдын алады. Осын баланың ішімен жатқызып, аяғының артына массаж жасайтын боламыз. Міндетті түрде ахилл сіңіріне алып, осылай массаж жасаймыз. Өйткені бұл аяғының ұшымен жүретін балалар үшін өте пайдалы массаж. Ахилл сіңіріне массаж жасау арқылы балтыр бұлшықетін, табанға кететін бұлшықеттерді босататын боламыз. Келесі аяққа да осылай жасайсыздар. ЛФК-мен аяқтаймыз. Жамбас сан буынды да ЛФК-ны жасаймыз. Оның маңызы баланың еңбектеуіне пайдасын тигізеді және дисплазияның алдын алады.